ет, күріш, сәбіз, пияз алып жатырмыз. То есть болдық. Бүгін менде осындай аяқ асты идея туындап, өзбекше көйлек алып, өзбектің ұлттық тағамын істеймін деп шештім. Бірақ бір қызығы, мен мүлдем палау жасай алмаймын. Тамақ жасауға маған жеңгем көмектесті, және де папа көмектесті. Бір 40 секундтық видеоға 4 сағат уақытымыз кетті, еще оның монтаждауы бар. Маған көмектесіп жүрген жеңгем мен папам да бар. Осыны түсіру үшін арнайы Чемалғанға келген болатынбыз. Қазір видеом ұнаса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Ал қайырлы кеш достар, үйіме жеттім, тамақтанып болып. Енді кешеге дейін ештеңе айтқан жоқпын, себебі ақпараттың басы жобада ашылғаннан кейін жобада айтып түсіндірсем бір сұрақ болады деп шештім. Енді бүгінгі болған оқиғалар мен үшін де бір күтпеген жағдай болды. Енді неше түрлі пікір жазылып жатыр, енді оның 80%-ы жаман нәрселер, менің тарапыма қарғыстар, енді ұят әңгімелер, енді анаңды тыңдамайды екенсің, анаңды басқа деген сияқты. Просто иногда таң қаламда. Настолько кейбір адамдардың өмірлері қызықсыз, и басқа адамдардың өмірлерімен управлять еткісі келеді, бірдеңе үйреткісі келеді, бірдеңе жасатқысы келеді. Әр адам өзінің өмірімен айналысса бақыттырақ болады деп айтқым келеді, және мен толыққанды жауабымды әлі ешкімге айтқан жоқпын. Сондықтан әлі қарғап сілеп керек те емес деп ойлаймын. Қандай жауап болса да мені жақсы көретін адамдар менімен қалады, ал мені жақсы көрмейтін адамдарға маған бәрібір деп айтқым келеді. Біз енді мен эфирде отырам, бірақ негізі мен Инстаграм әлеміне келгенде, комментарийлерге келгенде онша қатты бір мән беріп, онша қатты энергиямды ол нәрсеге аударғым келмейді. Себебі енді жындымен жынды боласың ба деген сияқты адамдар көп та бұл жерде. Енді маған жазатындар, басқасына жазатындар деген сияқты. Бірақ мынандай әңгіме ғой, менің мінезімнің қандай екенін жалпы біразың болмаса да біразыңыз білесіздер. Бір күні менің бір дұрыс емес настроениеме түсіп қалған кезде мен туралы әңгімеге ештеңе айтпаймын, өтірігі болсын, басқасы болсын, маған жарайды. Бірақ менің анам туралы, менің отбасыма қарай әңгімелер кеткен әр комментарий үшін, егер де менің қатты ішім пысып отырған бір моментке тап болып қалсаңыздар, жауап берулеріңіз керек болып қалады. Сондықтан лишний әңгіме, лишний нәрсе, балағат сөздер, анамды ортаға қосу, ондай нәрселерге ешқандай қажеті жоқ. Егер де менімен бетпе-бет келіп, проблема болған қаламасаңыздар керек. Всем привет, ладно, пофиг. Бізде бүгін норм или стрём? Залетпен кімге тию? Стрём. Норм. Обсуждать подругу за спиной. Стрём, конечно. Стрём. Блогерлармен общаться ради контента. Норм. Мен ради контента сөйлесем. Мен де ма? Ну ладно. Енді по делу болса, да, тогда норм. А так доспын деп жүріп, ради контент жүрсең, онда стрём. Общаться из-за денег. Стрём. Ладно, стрём. Почему ладно? Екі жігітпен бір уақытта араласу. Араласу это норм, но встречаться это ненормально. Встречаться норм, да. Ладно, стрём. Допустим, стрём.